Қайырлы күн тыңдармандар. Бүгін сіздерге Каспи қосымшасы арқылы төлем жасаудың жолын түсіндіретін боламын. Ең алдымен Каспи мобильді қосымшасын жүктеп аласыз. Сосын басты беттегі төлемдер деген бөлімге кіресіз. Ары қарай барлығы деген жерде айыппұл, салық деген бөлімді таңдайсыз. Егер жеке кәсіпкер болсаңыз, жеке кәсіпкерлік үшін төлемдер батырмасын басып, ішінен жеке кәсіпкер үшін жарналар дегенге кіріп, ақы төлеу кезеңін, төлеушінің ЖСН нөмірін енгізесіз. Ал егер жеке кәсіпкер қызметкері үшін жарна төлегісі келсе, ақы төлеу кезеңін, төлеушінің ЖСН нөмірін, сондай-ақ жұмыскердің ЖСН нөмірін жазып, қанша сома төлеу керектігін тересіз. Ал егер дербес төлеуші ретінде төлегіңіз келсе, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін аударым батырмасын басып, ішінен өзін-өзі жұмыспен қамтушылар үшін деген бөлімді таңдап, ақы төлеу кезеңін, төлеушінің ЖСН нөмірін тересіз. Ал егер бірыңғай жиынтық төлем төлеушісі болсаңыз, бірыңғай жиынтық төлем деген жерге кіріп, тіркелу орнын, ақы төлеу кезеңін, төлеушінің ЖСН нөмірін теруіңіз керек болады. Айта кетейік, 2023 жылы дербес төлеушілер айына 3500 теңге, ал бірыңғай жиынтық төлем төлеушілер үшін республикалық маңызы бар қалаларда 3450, ал басқа елді мекендерде тұратын тұрғындар үшін 1725 теңгені құрайды. Ендеше мәміспен бірге болып, сау болыңыздар.